Сәлем достар, қош келдіңіздер. Бұл Мәке блог арнасы. Егер сіз YouTube-та видео түсіріп жүрген болсаңыз, немесе жаңадан бастаған болсаңыз, бұл видео сіз үшін өте пайдалы болады. Біз YouTube-та ақша табуға болатын нақты 5 жолды қарастыратын боламыз. Бұл әдістерді миллиондаған блогерлер қолдануда, сондықтан бұны сіз де қолдана аласыз. Алдымен ең танымал жолдан бастайық. Жарнамадан табыс. YouTube сіздің арнаңызға монетизацияны қосу үшін 2 шарт қояды. Кем дегенде 1000 жазылушы болу керек. Соңғы 12 айда 4000 қаралым жинау керек. Немесе соңғы 3 айда 10 миллион шортс просмотры. Осы талаптар орындалатын болса, YouTube сізге монетизацияны ашады. Яғни видеоларыңызға жарнама қойды. Бұл жарнаманы көрермендеріңіз көрген сайын сізге ақша түседі. Бірақ айта кететін жайт, бастапқыда табысыңыз аз болуы мүмкін. Өйткені бәрі сіздің көрермендеріңіздің қаралымына байланысты. Неғұрлым қаралым көп болады, соғұрлым табысыңыз да жоғары болады. Екінші жол affiliate маркетинг немесе серіктестік бағдарламалар. Бұл әдісте сіз бір компаниямен келісім шартқа отырасыз, видеоларыңызда сол компаниялардың өнімдерін көрсететін боласыз. Және видеоның сипаттамасына сілтеме қалдырасыз. Егер көрермен сол сілтеме арқылы өнімді сатып алатын болса, сізге комиссия төленеді. Мұның жақсы жағы, сіздің каналыңызда монетизация ашылмаған болса да жұмыс жасайды. Үшінші әдіс өз өнімдеріңізді немесе қызметтеріңізді сату. Мысалы, онлайн курстар, электронды кітаптар, консультациялар, дизайн қызметтері, тіпті мерч өнімдері де болуы мүмкін. Бұл әдістің артықшылығы, сіз аудиторияңызбен тікелей жұмыс істейсіз. Олар сізге сенім білдіретін болса, сіздің тауарларыңызды сатып алуға әрқашан дайын болады. Төртінші жол демеушілік пен брендтермен әріптестік. Арнаңыздың аудиториясы өсіп, белсенді бола бастағанда, компаниялар сізге хабарласа бастайды. Өздерінің өнімдерін таныстыру үшін. Бұл жерде ең бастысы көрерменнің сенімін жоғалтпау. Егер сіз шын жүректен қолданып жүрген өніміңізді ұсынсаңыз, аудиторияңыз соған қызығатын болады. Бұндай коллаборациялар блогерге тұрақты әрі жақсы табыс береді. Бесінші әдіс донаттар мен қауымдастық арқылы табыс табу. YouTube-та арнайы мүмкіндіктер бар. Супер чат, супер тhanks және арна мүшеліктері. Бұдан бөлек Patreon немесе Boosty сияқты платформалар арқылы көрермендер сізді тікелей қолдай алады. Бұл әдіс сіздің аудиторияңыз белсенді әрі адал болған кезде жақсы жұмыс істейді. Сонымен достар, YouTube-та табыс табудың 5 негізгі жолын білдік. Жарнама монетизациясы, серіктестік сілтемелер, өнімдер мен қызметтер сату, демеушілік пен коллаборация, қауымдастық пен донат. Көріп тұрғандай, табыс табудың бір емес бірнеше түрі бар. Арнаның өсу деңгейіне қарай осы жолдардың барлығын қолданған дұрыс. YouTube-та сәтті болудың құпиясы тұрақтылық пен шыдамдылық. Сіздермен болған Мәке блог. Егер видео пайдалы болса, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Алдағы видеода YouTube-тағы SEO құпияларын талқылаймыз. Келесі кездескенше.